Елордадағы Думан ойын-сауық кешені 2003 жылы ашылды. Думанның океан ариумы мұхит арал деп те аталады. Ол мұхит атаулыдан 3000 шақырымнан астам қашықтықта орналасқан бірден-бір мұхит аралы. Бұл таңғажайып мекенде теңіз жәндіктерінің 100-ден астам түрі тіршілік етеді. Ал олардың жалпы саны 2000-нан асады. Сонау мұхит асып біздің Қазақстанға келген мұхит тіршіліктері үшін оларға қажеттінің бәрі 11 шақырымдық құбыр арқылы беріледі. Мұндағы су бірегей жүйемен тазартылып, қажетті химиялық құраммен байытылып отырады. Бастапқы 10 жыл ішінде мұхит аралдағы акулалардың денсаулығына ешқандай зиян келмеді. Мұхит аралда әрқайсысы 11 аквариумнан тұратын 2 ірі көрме аймағы бар. Алғашқысынан пиранья, аку, теңіз шаяндары сияқты Оңтүстік Америка мен Оңтүстік Шығыс Азия тұщы су қоймаларының жәндіктерін тамашалауға болады. Ал екінші аймақта маржандар, теңіз ине балығы, су сиыр, түлкі балық сияқты мекендеушілер бар. Мұхиттың ірі тіршілік иелерін мұхит аралдың негізгі залынан көруге болады. Думан мұхит аралы көк теңізді көруге мүмкіндігі жоқ миллиондаған адамдардың армандарын ақиқатқа айналдырды. Астанаға арман қуып кеткен 7 жыл бойы көрмеген группаласымды көрдім. Кешкі Астана Елдос дейтін группаласым. Қалайсыңдар жігіттер, қыздар деп. Өткен кеткенді айтып, Елдос бауырымның үйінен қонақ болып, шай ішіп, арқа-жарқа әңгімелестік. Күн бұзылып кетті едім. Күн бұзылса өз түс көретін бар. Сосын біздер мынандай әдем жерге бардық. Бұл біздің еліміздегі ең көрікті жерлердің бірі Бурабай. Ауылдан Астанаға көк аспанды тілеп отырып 3 сағатта келген болатынмын. Ал Астанадан Көкше өңіріне таксимен 3 сағат көлемінде
бардық тура сондай уақытта. Астанаға келіп жатырсаңыз, сізге Көкшетаудағы әдемі Бурабайды көруге деген мүмкіндік ашылады. Қапы қалмаңыз. Бурабай ұлттық паркының жалпы аумағы 83.510 гектарды құрайды. Оның 47.400 гектары орманда алқап, және ол президенттік іс басқармасы қарауында. Бұл жерде өсімдіктің 757 түрі бар. 12-сі қызыл кітапқа енгізілген. Туристердің сүйікті жеріне айналған оқ жетпес 300 метрді құрайды. Ол 3x3 пішінді. Жалпы оқ жетпес шығына шығуға болады. Оған шығатын бірнеше туристік маршруттар бар. Бірақ биік жартастан альпинистік құралдар арқылы түсуге болады. Оқ жетпестің шығу тарихына үңілсек, аңыздары былай дейді. Бірде Абылай қалмақтарды ойсырата жеңіп, жау жұртында ойран салған әскер елге қайтарда қалмақтың сұлу қызын тұтқынға салып алып кетеді. Қалмақ қызының сұлу болғаны соншама, әр жауынгер оны әйел етіп алуды армандайды. Сонда Абылай хан тәртіпсіздікке жол бермеу үшін таңдауды қыздың өз еркіне береді. Сол кезде жаудың жемтігі болғысы келмеген қалмақ қызы биік құзға көтеріліп, қолындағы орамалды жебесімен атып түсірген жігітке күйеуге шығатынын айтады. Бірақ қыздың орамалына бірде-бір батырдың жебесі тимейді, яғни жетпейді. Сөйтіп үмітін үзген жауынгерлер ашуланып, өздерінің оқтары жетпейтінін айтады. Сөйтіп бұл тау оқ жетпес аталыпты. Бірақ тұтқында ешқандай жақсылық көрмейтінін түсінген қалмақ қызы ақыры биік құздан көлге секіріп кетеді. Сол кезде ол құлаған жерден белгісіз жұмбақ тас, яғни Бурабайдың қазіргі көрікті жерлерінің бірі жұмбақ тас пайда болыпты. Тиын. Ей бала, ассалаумағалейкум ата. Бақытты бол балам, қайдан жүрсің? Қыдырып келген сол көкшенің ауасын жұтып, керемет екен. Мына қазіргі сіздердің қоғамдарың өте күрделі, ұлттық құндылықтарымыз жоғалып барады. Дәл осындай табиғатты аялаңыздар. Кейбіреулер қоқ шашып кетеді. Мен барлығын көріп тұрамын. Дәл осы жерде Қабанбай, Бөгенбай, Наурызбай, Батыр Баян, Қаздауысты Қазбек, Малайсары, Шақшағұлы Жәнібек жоңғар шапқыншылығына тойтарыс беру үшін шешім қабылдады. Анау Абылай атаның тағы. Ата, мағлұматыңызға рахмет. Ей, не